Қазақ кім? Қазақ батыр, қазақ дана. Ал мына 10 тұлға қазақты әлемге танытқан ұлы есімдер. Олар арқылы дүниежүзі қазақтың кім екенін білді. Абылай хан. Ол 300-ді біріктіріп, қазақ мемлекетін сақтап қалған хандардың ханы. Оның есімі тек тарих емес, тәуелсіздіктің іргетасы. Абай Құнанбайұлы. Қазақ ойы мен жүрегінің шын бейнесі Абай. Оның қара сөздері әлем тілдеріне аударылып, рухани мұрамызды паш етті. Ыбырай Алтынсарин. Кел балалар оқылық. Осы сөздермен қазақ баласына алғаш мектеп ашқан Ыбырай. Ол білімнің шамын жаққан ағартушы. Ахмет Байтұрсынұлы. Қазақ тіліне әліппе жасап, ұлттың тілі ұлттың жаны деген ұлы идеяны ұсынды. Оны әлем тілі реформаторы деп таниды. Қаныш Сәтбаев. Ғылымда қазақ аты аталсын десең, Сәтбаевты ұмытпа. Ол әлемге танылған геолог ғалым. Қазақтың ғылыми абыройын көтерген дара тұлға. Димаш Құдайберген. Дауыс жетпейтін биіктікте Димаш тұр. Әлем халқы оның әнімен бірге қазақтың рухын, өнерін таныды. Олжас Сүлейменов. Ақын, саясаткер, қайраткер. Невада Семей қозғалысы арқылы ядролық қаруға қарсы шыққан ер. Ол адамзат атынан сөйлеген қазақ. Илья Ильин. Олимпиада рекордын бұзып, туымызды биікте желбіреткен күш атасы. Қазақтың қуатын күллі әлем көрді. Геннадий Головкин. Рингтегі жойқын соққы. Әлемді мойындатқан боксшы. Ол қазақтың рухын миллиондаған көрерменге көрсеткен чемпион. Нұрсұлтан Назарбаев. Қазақстанды тәуелсіз мемлекет ретінде танытып, Біріккен ұлттар ұйымының мінберінде алғаш сөз сөйлеген тұңғыш қазақ. Дипломатиялық жолмен елдің абыройын асырған тұлға. Бұл тек 10 тұлға. Ал қазақта мыңдаған батырлар, ғалымдар, өнерпаздар бар. Ал сен кімді қосар едің? Комментарийге жаз.